Бұл өмірімізде біз белгілі бір адамдарға қызығамыз, олардың жеткен жетістіктеріне, олардың мінезіне, олардың қайталанбас тұлғасына қызығамыз, тамсанамыз, таңғаламыз. Бірақ та осы таңғалудың артында не тұр деген сұрақ пайда болды. Неге біз адамдарға таңғаламыз? Олардың бір жеткен жетістіктеріне біз де жете аламыз, істеген істеріне біз де істей аламыз. Демек біз адамдарға таңғалмай, жай ғана олардың істегендерін істеу керекпіз ғой деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Бірақ та таңғалу ол қалай пайда болады? Менің бір өзімнің қорытындым бар. Өзімнің осыған байланысты бір нұсқам бар. Айтып өтейін. Біздің басқа адамдарға, белгілі бір тұлғаларға таңғалуымыздың бір себебі біз бейсаналы түрде оның жеткен жетістіктеріне жете алмаймыз, істей алмаймыз, және ол сияқты бола алмаймыз. Ешқашан бола алмаймыз деген сияқты бір көрінбейтін бір ойларымыз немесе қорытындыларымыз, бір пікірлеріміз болуы мүмкін. Және сондықтан да біз ешқашан да жете алмағандықтан, біз ешқашан сол адам сияқты бола алмағандықтан, демек ол қызыл кітаптағы адам, ол өте сирек адам. Оның істегені өте сирек дүние. Оның жетістігі қайталанбайды, сондықтан оны бағалау керек, оған тамсану керек деген сияқты ойлар пайда болады. Осы ойлардың арқасында бізде таңғалу, тамсану, қызығу және тіпті жоғарыға көтеру деген сияқты бір сезімдер пайда болады. Ал біз үшін қарапайым адам болса, істері бізге түсінікті, ал нәтижелері біз үшін оңай болса, онда біз ондай адамдарға таңғалмаймыз. Себебі оны біз де істей аламыз, біз де дүкенге барып бір нәрсені ала аламыз, біз де бір жерге барып бір нәрселерді көре аламыз. Істе сондай бір қарапайым болса, нәтижелері біз үшін түсінікті болса, оған ешқандай таңғалмаймыз. Біздің таңғалатын адамымыз біз істей алмайтын заттарды істейтін, біз бола алмайтын бір кейіпкер болса, сол кезде біз таңғаламыз. Өйткені бейсаналы түрде біз ондай ешқашан бола алмаймыз. Тағы да бір қызықты бақылауды айтып өтейін. Осы таңғалу механизмі адамдардың бір әйелі мен бір ер азаматтың да осы қызығушылығы осы механизмге байланысты деп ойлаймын. Себебі әйелдің ешқашан еркек бола алмайды өміріне, ал еркек ешқашан әйел бола алмайды. Әйел сияқты нәзік болмайды, ал әйел еркек сияқты биологиялық бір ерекшеліктерге ие болмайды. Бір мінез құлық ерекшеліктеріне ие бола алмайды. Таңғалу осыған байланысты пайда болады деп ойлаймын. Бір-біріне қызығушылық, таңғалу және қызығу, біреуді ұнату деген сияқты барлық сезімдер байланысты.